Кезекті айқасымыз басталуға жақын. Алғашқы раунд. Дамир Ниязбеков және Әлберген Аманқос. Дамир бұл 20-32 жастағы жауынгер, ақтаулық, кешірім сұраймын, Семей қаласының жауынгері. Дебют айқасына шығып отыр, ал Әлберген Аманқос 25 жастағы ақтаулық файтер. Алғашқы ұмтылыс. Очень интересная манера работы у Ниязбекова. Много фейкует, постоянно идет на соперника и дальше уже прижимает к клетке. Будет попытка перевода от Ниязбекова. Не хватает мощи, повыше чуть Аманқос. Разворачивает оппонента, зажимает у сетки. Теперь уже диктует свои условия именно представитель Ақтау. Қазір енді Аманқос қандай? Міне Ниязбеков өте жақсы соққы бағыттап үлгерді. Қысқа қашықтықтан жасалған соққы болатын. Қазір енді Аманқос қарсыласын партерге қарай жайластыруға. Это очень сложно. Он берет захват, да, снимает его Аманқос. Ниязбеков пытается работать и снизу. Аманқос. Интересно, что снимался и в вайнах, даже в фильмах. Пытается поднять соперника. Ниязбеков соскальзывает. Никто не хочет, чтобы он просто... Аманқостың көзі басқа жаққа жиі түсіп кететін сияқты айқас барысында. Секундантарына қарап жатырмын, әлде өзі бір мәндері бар ерекше екен айқас сәтіндегі. Мощно по корпусу. Жақсы соққылар жасайтын мүмкіндік. Два удара запустил. Несколько коротких, но мощных залпов. Проследовал от Аманқоса по корпусу коленом. Әлберген Аманқос өте жақсы. Теперь уже Ниязбеков. Отлично. Ниязбеков қазір жергілікті жанкүйерлердің қолдауымен рухтанып, қанаттанып, жас әрі қауіпті қарсыласын осылай біраз қыспаққа ала түсуде. Қазір енді Аманқос тұрып кетуге талпыныс жасайды. Ниязбеков керісінше оған мүмкіндік бермеуге тырысуда. Аманқостың бір ауырту тәсілін жасап көруге талпынысы болды. Ниязбеков барлығын өз бақылауында ұстады. Мощный локоть. Оңай емес. Міне бір қолы қалды Ниязбековтың. Аманқос қайта-қайта осы бір әдістің шетін шығарған болатын және. Бұл әдіс қаншалықты сәтті болады. Ниязбеков жаман емес. Мощно приземляет Ниязбеков Аманқоса на настил. И продолжает лезть дальше. Уже закрывает гард Аманқос. Особых идей и надежды на то, чтобы вылезти из этой позиции у него, по-моему, нет. Осылай бір әдемі тіркес бар. Кенеше жабысқан деген сол бір қолына жабысып алған Аманқосты Ниязбеков атып ұрған еді. Қазір енді мүмкіндік беріп қойды. Қарсыласының кеудесіне қонып ары қарай. Такие частые смены позиций. Вот бойцов. Фулл маунт пересаживается Аманқос. Локти, конечно. Тағы да шынтақпен. Әлберген өте жақсы позицияны таңдады қазір. Енді қылғындыратысын жасауға мүмкіндік бар ма? Ниязбеков ары бері аунап тұрақты түрде Аманқосқа бір нәтижелі әрекет жасауға мүмкіндік беретін емес әзірге. Но можно охотиться за шеей, либо за челюстью соперника. Дамир удерживает правую руку Аманқоса. Ақтаулық жауынгердің де көздегені осы. Да, пытался свипануть соперника Ниязбеков. Какое-то удушение Аманқос. И опять нет, он опять пытается в фулл маунт перейти. Пересаживается. Такое ощущение, как будто недооценивает своего оппонента. Меніңше Әлбергеннің бір айқас өткізу барысында да өзінің бір ерекше стилі
бар екендігін көрдік. Міне енді шынтақпен қазір Аманқос өте қауіпті соққыларды бағыттауда. Ниязбеков шаршап қалған сыңайлы. Өйткені бұған дейін емін-еркін тұрып тіпті өзде бір тейкдаун орындаған еді раунда. Бейне қайталау сәті. Осы тұста Ниязбеков осындай шабуылдардың өтінен аман шығып, әрі қарай өзі де бір тейкдаун орындауға жақсы мүмкіндік алған болатын. Және мына тұста қолына ауырту тәсілін жасауға талпынған Аманқосты әдемі атып ұрды. Одан кейін Альберген өз басымдығын партерде әрі қарай көрсеткен еді. Партердегі бақылау бойынша статистика көз алдарыңызда. Нәтижелі соққылардың саны және де негізгі тиген соққылардың мөлшері. Енді бұл тұста Альберген Аманқостың басымдығы айқын көрінді. Екінші раунд барысында. Ниязбеков екі қолын көкке көтеріп Абай аренаға жиылған жанкүйерлерден қолдау сұрады. Өз жергілікті жанкүйерлері алдында. Ал енді жас төзімді әрі қауіпті қарсыласы Альберген Аманқос қазір бұған қарсы қандай айла тәсіл көрсетеді. Ниязбеков алғашқы әрекеттерді бастады. Міне бірінші нөмірмен қимылдап әрекет жасап тіке соққы. Қазір қауіпті болмаса да соққының жеткенін өзі бар. Правый прямой потрясло, конечно, Ниязбекова. Ниязбеков. И Аманқос, который должен был просто расстреливать оппонента, почему-то задумался на секунду. Өзде соққы өткізіп алды қазір Альберген. Но Дамир восстановился за это время. Өте бір сценария секунд сайын, минут сайын өзгеріп жатқан айқасты тамашалап отырмыз. Альберген Аманқостың аңдып жүргені не? Осы сұрақ мені қызықтырып тұр. қазір. Не нәрсені күтуде? Шешуші соққыны күтеді ме? Әлде қарсыластың аяғына өтіп партерге жайғастыруға ниетті ме? Оның ойын. Просто побольше времени провести в клетке нужно для того, кто только свой второй бой профессионал проводит. Не давай ему восстановиться, кричит Фаниль Рафиков. Абсолютно правильное замечание. Альберген Аманқос. Редкие джебы от него. Только вставил свою правую прямую и тут же пошатнула Ниязбекова. Ниязбеков өте жақсы қашықтыққа аңлап басып, ақырын ғана жарты қадам жақындай келіп өз соққысын осылай дарыта алуда жаман емес. Ниязбеков бұл раундта басқаша кейіпте шықты жергілікті жауынгер. Странно, Ниязбеков выставляет переднюю ногу, потом оттягивает голову назад. Нағыз классикалық бокс мектебінің. Ну так, то есть в контратакующем стиле пытается работать Ниязбеков, при этом это не приносит. Бұл енді көше төбелесіне де жақындау стильге ұқсаттым мен. Мінекей алдыңғы соққыны жасаған кезде басым бұғып, алдыңғы аяқты постоянно уклоны от него. Тым жақын қою арқылы. Но не помогает это ему как-то выстроить защиту. Аманқос продолжает блуждать по клетке. Постоянное перемещение от него. Вот и опять левый хук. Чек-хук. Ниязбеков өзі қашықтықты жақсы қысқарта алғанымен соққысын жеткізе алмаудан және бір соққысы дарығандай болды. Неплохой! Пропустил только что. Аманқос включил Ниязбеков. Альберген Аманқос қазір қарсыластың қолын байлап, біраз есін жинауға мұрсат алатын сәт. Өте қауіпті, өте керек. Мынандай
демалу. Ауыр соққы өткізіп алды Альберген. А что может показать Аманкос против грэплера на стиле? Ниязбеков бұл раундта таңғалдыруда. Короткие, но неприятные удары от бойца из Семея. Пытается свипануть. Опять Аманкос, как и в первом раунде. Ниязбекова это ему не удается. Опять блокирует руки. Закрывает гард. Менің ойымша, Дамир Ниязбеков санаулы секундтар бұрын өзінің бұл айқастағы ең бір жақсы мүмкіндігін уысынан шығарып алған сияқты. Өйткені қарсыласты жерге құлатып, осындай соққылардың астына алып жатқан сәтінде оны айқасты уақытынан бұрын аяқтайтын мүмкіндігі болған еді. Ал енді Альберген Аманкос бұл сәтте өте тапқыр қимылдап, барынша сақтық шараларын дер кезінде орындай алды. Қазір енді қарсыласты осылай байлау арқылы өзі аздап ес жинайды, демалады. Және де қалған уақытта қарсыласына көп ұпай еншілемеуіне мүмкіндік бермесе болғаны. Бұған дейін 2 раунд сөзсіз Альберген Аманкостың пайдасында. Ну и от Ниязбекова мы не видим активных попыток пересесть в маунт или выйти на болевой. Он просто работает, набирает очки, и второй раунд наверняка забирает по итогу. Бірақ енді бұл раундтар басымдық оған жеңіс алып келеді деген сөз емес. Оны да өзі жақсы түсінетін шығар. Соңғы секундтар неге тұрып кетіп төбелесуге талпыныс жасамайды. Өте қызық жекпе-жек. Что ж, Дамир Ниязбеков прекрасно осознает, что вторая пятиминутка уходит в его актив. И сейчас наступит третий решающий, где на кону будет победа в этом поединке. И это мы вспоминаем начало второго раунда, когда Ниязбекова потрясло, но просто-напросто хаотично начал передвигать ногами. Все потому, что потерялся на несколько секунд Ниязбеков. И вместо того, чтобы полететь, добивать своего соперника, Аманкос почему-то буквально застыл. Осы тұста Ниязбеков өте жеңісті шабуыл жасай алған болатын. Қауіпті де қаһарлы шабуыл болды. Және де бұл раунд сөзсіз Ниязбековтың пайдасына жазылды. Міне көз алдарыңызда статистикалық көрсеткіштер. Және де билей бастады. Он просто занял центр клетки. Он получает удовольствие. Посмотрите, ну это примерно такие танцы, видимо, бывают в клетке и в ночных клубах в исполнении Дамира. Дамирдің қолданшыларының қатары секунд санап артып барады деуге болады. Дегенмен семейлік жауынгер қазір өз туған жерінде. Абылайдың астында шаппағанда қашан шабасын дегенде бар білген ортаға салу жатыр. Жаман емес. Ну, опять... Альберген Аманкос! Бэкфист кривой от Аманкоса. Я понял, это стойка грэплера, ее так можно прозвать. Ниязбеков неудобный. И удары у него под странными углами летят. И перекрытие Аманкос! Альберген Аманкос. Ниязбеков на кураже. Қанаттандырады деген осы болса керек. Ниязбеков ешқандай қазір қауіп қатер дегеннің барлығын А он на ұмытты. рычаг локтя пытается выйти, пытается вырвать руку Ниязбекова. Это ему пока не удается. Опять закрывает гард, очень пассивно работает Ниязбеков. Если ты хочешь встать, то попытайся сделать это в первые 30 секунд. Говорят обычно о бойце ММА, пока подобных попыток от Аманкоса мы не наблюдаем. Опять Дамир набирает очки. Ұпай жинап жатыр. Ол түсінікті. Асығудың да қажеті жоқ деп бәлкім секунданттары осындай кеңестерді айтып жатқан болар. Бірақ Аманкос үшін қазір осы бір сәттерде
алғашқы талпыныстардың бірі тұруға әрекет жасап көреді ақтаулық жауынгер, бірақ сол әрекетін жүзеге асыру арқылы қарсыласының қолына ауырту тәсілін жасап көруге екі әдісті қатар орындауға тырысылды. Қарсыласының қолына ауырту тәсілін жасау арқылы тұрып кетуге талпыныс, бірақ Ниязбеков барлығын көріп тұр. Өзде еркінсіп соққы жасай алмауда, бірақ басымдығын жібергісі келмейді. Ну, свободной правой работает он. И свип, да, пересел. Еш қиындықсыз Әлберген Аманқос. Очень грамотно оттолкнулся от сетки в этот момент. Кеудесіне қонған қарсыласын қарып түсірді де, позициясын лезде өзгерте алды. Енді бұл қыспақтан Ниязбеков қалай шыға алады. Аманқос бағанаға кеткен есенің барлығын осылай қайтара бастаған сәт. Все, что есть в арсенале, пытается продемонстрировать нам теперь Альберген Аманқос. И по корпусу пробивает, и по голове. Шынтақпен де, қолмен де. Такие амплитудные хаммерфисты мы увидели. Пытается растягивать, выходит на удушение. Но Ниязбеков, как грэплер, не должен сделать этого. Ниязбековтың түрінде бір абыржудың белгісі жоқ. Но вот здесь плотно. Должен сейчас Аманқос, конечно, искать эту возможность. Үнемі бір қолы защищается Ниязбеков, и опять! Как легко отдает позицию Аманқос. Әлберген Аманқос еш қиындықсыз позициясын осылай босаңсытып алды. Енді Ниязбеков. Это 1,5 минуты, которые имеют огромное значение для его карьеры. Эта победа, пусть и сложная, может открыть ему путь к все большим и большим высотам. А пока он пропускает и пропускает. От дебютанта. Әлберген Аманқостың кәсіпқой мансабындағы бұл бір өте шешуші сынақ болып тұр. Дидар, дұрыс айтасың. Өйткені егер бұл қарсыластан басым түсетін болса, үлкен психологиялық белестен өтеді Әлберген Аманқос. Әзірге өкінішке орай, оның жанкүйерлерінің өкінішке орай, Ниязбековтың басымдығы сәт сайын артып бара жатқан сәт және шынтақпен қазір Дамир дәлдеп бірнеше соққыны дарытты. Енді ол қолымен ауыр соққыларды қарсыласының бауырынан да ішінен, бұл жерде соққы жасайтын траектория өте көп. Корпус, локоть, что еще? 25 секунд, Аманқос. Әлберген басын бұққан қалпы. Қорғанудан басқа шарасы жоқ. Устал, откровенно, сил нет у Аманқоса. Какие-то отчаянные попытки, даже конвульсии скорее. Постреливать Дамир ногами. Он понимает, что третий раунд должен остаться за ним. Енді өз жанкүйерлерінің алдында бұдан артық қандай қолдау керек, қандай марапат керек Дамир Ниязбеков үшін. Әлберген Аманқос өте шаршаңқырап қалды соңғы раундта, әсіресе физикалық бір кондицияларында кемшілік болды ма екен, әлде психологиялық, бәлкім өзіне аян, өз командаластарына аян. Да, 52-22 по ударам, 3 почти с половиной минуты контроля от Ниязбекова. И это весомая заявка на победу в этом бою. Мы уже говорили о том, что все решится в третьем раунде, а он наверняка должен остаться за ним. Ну и 42-15 по акцентированным, это, конечно, очень серьезно. Ну а мы выражаем, друзья, вот они эмоции Альбергена Аманқоса. Вот они эмоции молодого парня, который сегодня не воспользовался, ну или, по крайней мере, не показал себя в тот момент, когда должен был. Во втором раунде не добил Ниязбекова, ну а в третьем просто отдал преимущество оппоненту. Мы выражаем благодарность Меду Халхан. Халхан — надежный щит для вашего иммунитета, дамы и господа.
Также напоминаем, ведь приобретайте подписку на сайте Найза ТВ. Это собственная платформа с множеством интересных возможностей. Шанс проголосовать за лучшего бойца месяца, по итогам которого боец получает бонус от лиги. То есть вы помогаете своим любимым файтерам. А пока ждем решения судей. Winner by unanimous decision, fighter of the blue